жауапкершілікті өзінің жұмысын жасау болды. Оны Сәулен атқарды, сен оны 200% атқардың. Себебі біздің балдар әлі күнге шейін айтады, Айман апа арқылы біз адам болдық. Ауырмай, сырқамай, сенің ақылыңдай. Сосын ақыл айтқанда да бірнеше варианттар бар. Шын жүрегіңнен айтасың, сенде без задних мыслей, сенде қалдыққа, құйтырқы, я болмаса басқаша варианттар сенде жоқ. Сенің алдында менің абыройым көтеріп салдың ғана. Мен соңында балаларым үшін айтып отырмын, балаларым. Мен шынын айтып отырмын. Бұл екеуін сіздер, менің білетінімнен, вы знаете, 80% или 70%. А мен 100% білемін. Өмір бойы білген адам. Ал сондықтан екеуіңде өмірлік үшін өте бағалы адамсыңдар. Бұны адам баласының бәрі түсінеді, бәрі біледі деп түгел айтуға болмайды. Адамдардың біреуінің ақылы жетеді, біреуінікі жетпейді. Біреудің басқа да бір қиындықтардан, ежедневный стресс, ежедневный шаруа, жұмыстың міндетінен соны аңғарып, өзіне қабылдап, қорытынды шығарып, логикасын етуге уақыттары болмайды екен. Но біз действительно бірге жүруге білеміз. Ал сондықтан бұл екеуі де өмірлік үшін әр нәрсе мезгілінде, әр нәрсе уақытында. Мезгілінде, уақытында өте қымбат адамдар болды. Қазір де сол өздерінің істеген еңбектерінің арқасында қазір де абыройлы. Бұл екеуі өзінен кіші іні, қарындас бәріне қамқорлық жасады. Мен бәрін білемін. Біздер енді осындайда кездесеміз, басқа уақытта енді бірақ бәрін іштейміз, бәрін біліп жүреміз. Сондықтан бұлар бір бала үйленсе, құда шақырса, иә біреуге жақсылық пен жамандық жаз, күз, көктем сияқты ауысып тұрады. Біреу қайтыс болады. Түрлі бәріміздің басымызда бар. Осының бәрінде Сәулен мен Айман мұрындық болып, кейінгі ұрпаққа, ініге, қарындасқа, бауырға бәріне осы өздерінің ұстанымын, өздерінің ақыл-ойын, өздері сияқты болуын айта бергеннен ештеңе шықпайды, көзбен көру керек. Осы екеуінің жасаған жұмысын көрген адамдар, сіздер көріп келатсыздар, бірақ соның бәрі положен деп ойлап қалулары мүмкін. Ол никак не положено, ол біреудің қолынан келеді, біреудің қолынан келмейді. Бұл екеуі абыройлы міндеттерін мемлекеттің алдында, елдің алдында, бауырдың алдында, ұлдың, қыздың алдында толық атқарған асыл адамдар. Ой, рахмет сізге. Енді профессор келіннің алдында осыншама ана профессор келінім. қайсы балам, көзілікті бала ма? Иә. Ой, айналайын. Ол профессор болса, оқыған адамда, білімді адамда ақыл бізден көп болады. Ол сен, мысалға, профессор, оның ақылы психикада бәрімізден артық. Ол себебі оның миышқытары, позитчоқтары, бұлар бұл кісілердікі көп. Сондықтан бұлар көбірек біледі. Бірақ сіздер туралы көбірек білмеуі мүмкін, мен сияқты. Сондықтан әлде де сендерге уважение жасау үшін, әлде де өзінің ата енесінің қандай адам болғанын біліп, сендерге сыйлылығы одан артсын деп айтып отырмын. Жоқ, бәрін білем ғой. Мен бұлай сұрап нетпегенмен бәрін шамасын біліп отырмын бәрін. Оны мен өзім мақтанып отқан жоқпын. Себебі что надо, я воспринимаю. Сондықтан енді шүкірміз. Міне біздің қатарымыз осындай. Осы Сәулен мен Айман сияқты. Бәрімізді қатарғанымызша өмір сүріп жатырмыз. Ал енді көп азамат жігіттер кетіп қалды. Бұл келіндер көрді ме, көрмеді ме? Бірақ жалпы менің ұстанымым осы айта бергім келіп отыр. Бүйтіп екі коллективке қатыса алмай қалдым, қолым тиген. Бір шаруа соның бәрінен кешірім алу үшін сондықтан менің ішкі дүниемнің ниетімнің ақ екенін одан әрі бармаған жерлерге білдіру үшін